Мемлекет басшысының бастамасымен 2026 жылы цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жарияланады. Бұл шешім еліміздің мемлекеттік басқарудың барлық салаларына заманауи технологияларды енгізудің стратегиялық бағытын көрсетеді. Аталған бағытты іске асыру шеңберінде жоғары сот кеңесі өз қызметін цифрлық трансформациялауды жүзеге асырады. Негізгі бағыттардың бірі судьялар корпусын қалыптастыру процестерін автоматтандыруға және ашықтығын артыруға арналған ақпараттық жүйені әзірлеу. Кеңес төрағасы Дмитрий Малахов бекіткен жол картасына сәйкес бүгінгі күні жүйене 3 функционалдық модульдің әзірлеу аяқталды. Оларды тестілеу және анықталған ескертулерді жою, сондай-ақ қызметін жақсарту бойынша ұсыныстарды қалыптастыру жүргізілуде. Болашақта жүйе біліктілік емтиханның кезеңдерінің ашықтығын, судьяларды іріктеу кезінде конкурстық рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге, материалдарды қарау мерзімдерін қысқартуға, сондай-ақ мемлекеттік оның ішінде құқық қорғау органдарының базаларымен тиімді өзара іс-қимылды жолға қоюға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының инженерлік-техникалық орталығының қолдауымен кеңесте ішкі бизнес процестерді оңтайландыруға, басқарушылық тиімділікті артыруға және өзара іс-қимылды жақсартуға бағытталған Битрикс корпоративтік ақпараттық жүйесі енгізілді. Ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аударылады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша IT инфрақұрылым мен кеңестік қызметтік ақпараттарының қорғау жөніндегі шаралар кешені іске асырылды. Киберқауіпсіздік және деректерге қол жеткізуді бақылау саласында заманауи шешімдер енгізілді. Сонымен қатар, кеңес төрағасының бастамасы бойынша сот төрелігі академиясының базасында Астана IT университетімен бірлесіп, судьялар корпусының цифрлық сауаттылығын артыруға және кибергигиенаны оқытуға бағытталған білім беру жобаларын іске асыру қаралуда. Жалпы цифрлық технологияларды қолдану адами фактордың әсерін азайтады, үміткерлерді бағалаудың объективтілігін арттырады, ақпаратты өңдеуді жеделдетеді және қызметкерлерге жүктемені азайтады. Олардың қызметінде аналитикалық жұмысқа басымдық береді. Жоғары сот кеңесінің кешенді цифрлық трансформациясы қоғамның сот жүйесіне деген сенімін нығайтуға маңызды үлесі болып табылады. Және цифрлық дәуір жағдайында ел басшылығы белгілеген басымдықтарға сәйкес келеді. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын табатын болады.